Ассалаумағалейкум тағала. Сосын Құранға жолаған Құранға жолататын арабтарға ыңғайлы харп сөзін деп айтуға да болады қосымша. Немесе ұмытшақты да оқып бар ғой қазақтар өткенде қазақша оқылге керек болады ұмытшақ құдды кличка қойғанда деп айтып отқандағыдай арабтарға ақ деген ақ ұруды деуге болады шығар. Қазақтар ұмытқанда деп ойланады ғой, сол сияқты оқ дегенді деп айтуға болады шығар. Немесе сол кезде ұмытшақтықты харпты деуге болады. Қосымша менің ойымша солай дұрыс. Сосын мен сүре аяттарды оншақты сүре аят білем, бірақ тәпсір қазақшасын оқыдым, оның әрқайсысын. Құрайш сүре аятында білем, тәпсірін оқыдым қазақша. Кітаптарын, тәпсір тұнығы деген кітаптар мешітті, сондай кітаптарды оқыдым. Сол кітаптарын оқыдым, тағы басқа сондай. Намаз оқу кітапшасында да бар тәпсірлер, қысқа сүре аяттардың. Сон намаз оқу кітапшасын толық білем. Бір-екі дұғасын білмеймін көп болса. Мен сосын мағлұмат қылуға ұшырап жүрмін, оны сүре аяттарды тыңдағанда. Көбінесе тыңдамауға тырысамын. Арнайы уағыздарды. Тәпсір айтатқандарын интернеттен. Мешітте тыңдаймын жұма күндерді. Сол кезде онша жырақтамаған, нормально жүріп тұрдым. Солай тұрақтылықпен өмір сүріңдер айтып жүреді. Намазхандар, жаңа жылға намазхандар құтып аласыңдар ақылдарыңды. Интернет күні сосын бар жақын маңайдың тыңдау керексіңдер ғой. Интернет күні онша тыңдамаймын мен. Сол кезде онша тыңдамасын, мағлұмат білген сияқты оқып қаламын да. Сосын онша тыңдамаймын интернет күні онанда. Хадис болса, көп болса тыңдаймын хадистарды. Жаттап алу керек хадистарды. Бірақ хадистар тыңдауға ұшырағам, сондықтан хадисті құртып алу үшін менде. Хадис тыңдамауға тырысамын менде. Қиын бірақ. Хадис тыңдамаймын көбінесе. Тыңдамауға тырысқаным көбінесе. Тыңдауға ұшыраған хадистар бар біраз. Кітаптан да оқып көрдім хадистарды. Жаттап алу керек, хадис жаттау керек. Құранды кәдімгі тиянақтылап орындап көрдім Құран. Сүре аяттарды тыңдамауға, тәпсірін тыңдай салмауға. Хадистарды құртып отырмын, хадис тағылмын. Сосын хадис дейтін сөз егер мағынасы болса, қайтадан дағуат деп айтуға болады. Сира кітаптарды пайғамбардың өмір сүру туралы сахабалардың дағуаты деуге болады шығар. Өмір баяны туралы сахабалардың дағуаты, сира кітаптарды. Фиқх мағынасы болса, онда шариғат деуге болады шығар, білмеймін фиқх. Мағынасы сөздер дұрыс емес мешітке. Сол менікі. Ассалаумағалейкум тыңдасыңдар. Денсаулық болмай қалды. Мешітке шақыртпаған ғой, не құтылады ғой. Туысқаным көп, мешіт жаман аңсаймыз.